Ассалаумағалейкум достар, менің есімім Мерғали Дүйсен. Бұл менің YouTube каналым. Осы әңгімені соңына дейін тыңдап, пікірлеріңізді жазып, лайктарыңызды басып, мені қолдай отырыңыздар және тіркеліп қойыңыздар. Жазушы Ғалым Ахметбекке арналады. Сағын аға екеуміз сәскеліктен соң серуенге шығамыз. Сағын аға сәмбі талдан жонған ақ таяғын қолына алады. Бар болғыр, жүр енді, күн ысып кетеді. Аяғыңа жеңіл бірдеңе ки, тауда туфлимен жүре алмайсың, деп мені мектепке жетектеп апаратын баладай баптайды. Сағын аға, Құдай бұйыртса, енді бір жылдан кейін 80-ге келеді. Ал соған қарап, бүкіреген шал екен деп ойлап қарасаңыздар, қайдағы шал, жігіт ағасымыз деп жүрген біздерден көп ширақ. Өзі бойшаң, сол сұңғақ бойын тіп-тік ұстайды. Екі беті нарттай, мейірімді көздері көзілдірік дегенді білмейді. Әлі шоқтай жайнап, күлімсірейді де тұрады, жарықтық. Өмірі ызғар шашып, суық тартып көрген емес. Көп жасауы, көп жасай тұрып, жігіт қалпында қалуы сондықтан да шығар. Жап-жазық маңдай дөңестеніп барып, басының қас-қасына жалғасады. Қарын дегеннен белгі жоқ, жіптіктей. Бау-бақшаның ішінде шипа теріктердің тасасында тұрған демалыс үйінен ұзай бере жолымыз жалғыз аяқтанып, өрге қиялай бастайды. Сағын аға ұзын таяғын шаңғы текпендей алға сермей тастап, жаурындары бұлтыңдайды. Анда-санда артына бұрылып қарап, пысылдап келе жатқан маған: «Таяғыңды алшақ таста, қолыңа салмақ сал, жауырыныңды бүкшітпей жазып жүр», деп қояды. Менің шолақ жеңді ақ жейдем терге бөгіп қарая бастағанда, Сағын ағаның маңдай ғана жіпсейді. Сөйтіп біз қатар-қатар дачалардың тұсынан, қалың-қалың баулардан қаздай тізіліп өтіп, бөгде көзді таң қалдырып, өйткені біріміз Дон Кихот, біріміз Санчо Панчо сияқтымыз. Шыбынсай беткейіне өтеміз. Шыбынсай беткейі жабай өрікке, жабай алмаға тұнып тұрады. Пісіп жеткен жеміс жерге төгіліп, алды шіриде бастаған екен. Айнала алман қиды. Біреулер беткейдің қалың шөбін шауып маялап қойған екен. Соның көлеңкесіне барып тыныстаймыз. Пішен иісі жұпар аңқиды. Сай табанында таспадай су ирелеңдеп ағып жатады. Құс біткен құйғылжыда сайрайды. Дейді Сағын аға көзі күлімдеп. Онысы қалайсың дегені. Шаршап қалдым. Безобразие, деп қояды ол жазық маңдайлы, қасқа басын салмақтай шайқап. Мен сенің жасыңда болсам ғой. Не істер едіңіз? Онда. Әдемі көзін Шыбынсайдың арғы қабағына қадайды. Шыбынсайдың арғы бетінен іздегенін тапқандай орнынан көтеріле бір қозғалып қояды. Баяғыда сендей кезім. Жоқ, сенен жасырақ кезім. Уфада оқып жүрген шағым. Қашанғы әңгіме, қай-қайдағы еске түседі. Керек емес. Саған түкте қызығы жоқ, деп қолын сілтей салды. Ойбай аға, айтыңыз. Айдалада екеуден екеу үндемей отырайық әйтпесе. Маған неге қызық болмасын? Өмірі тұнжырамайтын аялы көздері сәл-пәл мұң шалғандай болады. Сен Уфада болғаның бар ма? Деп маған сол күлімсіреген қалпын өзгертпей бұрылды. 2 рет барып едім. Онда біледі екенсің ғой. Сол Уфаңызға 22 жылы оқуға бардым. 2-3 жыл бұрын ғана неше дүркін сұрапыл соққан жер. Колчактың қылшынан қан сорғалап, оны Фрунзе тас-талқан етіп, Орал таудан айдап шыққалы да көп болған жоқ. Ақеділдің бойында, Орал таудың баурайында бозбала шағым, өмірімнің ең бір аяулы жылдар өтті. Оның бәрі көп әңгіме. Өзің білесің, Уфада революцияға дейін биағаң, бейімбетті айтам, биағаң оққан. Тағы біраз қазақтың зиялылары шәкірт болған жер. Не керек, менмен бір татар башқұрт қызы оқыды. Аты Кенже еді. Кенже? Кенже емес, Енже. Қазақша інжу дегені. Інжу маржаншы. Татар башқұрты қалай? Әкесі татар, шешесі башқұртта. Ондайларды диптарлар дейді. Сен әлі жассың, сұлулықтың қадірін білмейсің ғой. Сұлуды, сұлулықты әлдерің жеткенше жазып та жүрсіңдер.
Мен де жазғым келеді, бірақ енженің сұлулығын жазуға шамам келмейді. Көркі көз алдымда. Жай сөйлегеннің өзі әсем бір ән салып тұрғандай. Әйел біткеннің нәзігі сол шығар. Әлде маған солай көріне ме? Бірақ содан бері талай жыл жасап келем. Ондай әйел затын кездестірген емеспін. Ол әншет, мүмкін сол жүрек балқытып, өзегіңді өртердей ән сыйқыры шығар. Маған одан басқа әйел жұрты тек жұпыны. Енженің жұқанасы ғана сияқты көрінетін. Сұлулық дегеннің өзі адамның көзге көрінбес қос қаранты ғой деп ойлайым. Егер дүние тек сұлулықтан тұрар болса, адам баласы мүгедектіктен, ғаріптіктен, рухани жадаулықтан құтылған болар еді. Қарсы алдымыздан тырс-тырс етіп, жабай алма үзіліп түсіп, қалың шөптің арасынан домалай алмай, түскен жерінде тырп етпей жата қалады. Дәу кәрі алма ағашының түбінде отырған бейсеубет екі адамды көріп, алақанат сауысқан әлдеқашан бебеулеп, айнала төңіректің бәріне хабарлап болған. Енді ол сағынаға әңгімесін сауысқан тіліне сөзбе-сөз аударып отырған сияқты. Сауысқан қауымында сұлулық, махаббат деген ұғым болар болмас, кім білген, бірақ сауысқандар әр тұстан үн қатысып, қарқылдап тұрып күлгендей де болады. Кәрі неме, махаббат несі дейм екен? Сағынаға сауысқандардың дарақы у-шуына біраз құлақ түріп болып, әңгімесін жалғай түседі. Біз оқып жүргенде жатақханада уфадилар, уфаны күрәсәм кила, центральный урамында подружка жүрәсәм кила деп башқұрт татардың қыз жігіттері өлеңдетер еді. Жігіттер айтып бола бере қыздары, ай югары, айға минәсәм кила, айға минап жерға қарап, сизне күрәсәм кила деп шырқайды. Тальян гармошка құйқылжиды. Көп дауыстың ішінен енжі үні ерекше құлпыра естілер еді. Енжі алыстағы қазақ даласына келген жігіт жалғызсырамасын дейм екен, мен өзіне жақын тартып жүреді. Менен гөрі орысшаға жүйрік, сабаққа бірге дайындаламыз. Енжі екеуміз бас түйісіп бір кітапқа бірге үңілісіп отырғанымызды көріп, татар жігіттері кәдімгідей қызғаныш білдіретін. Әсіресе скамейкада қатар шүйіркелесіп отырсақ, әлгі енженің ар жағынан келіп жанаса кетеді. Бәр енді, деп енже жақтырмайды. Мешайт етме. Сен қазақ жігітін ұнатасың ақыры. Мен де қазақ дейді, Ибрахим кенедей жабысып. Қайда қазақ дейді, енже шикіл сары, жирен шаш, көкке жігітке таңырқай қарап. Қазақ дейді анау саспастан. Абай қазақ па? Қазақ. Ал оның шын аты Ибрагим, мен қазақ, Абай деп әлгі шірене түседі. Қыз сыңғырлап күледі. О, Ибрагим, сен Абай түгел дейді жігіттің әзілін көтеріп. Әзілде болса, мен іштей қызғанатынды, іштей булығып, шиыршық атып отыратынды шығардым. Қыз мені шын ұнататынына әлі көзім жетпейді. Оның мені іш тартып, сабақты бірге дайындасқаны тек жанашырлықтан ғана болуы да мүмкін ғой. Адамға жаны ашып, көмектесіп жіберуі әлі шынайы махаббат емес те шығар. Ал мен байғұс қызды құлай сүйгенімді сезбей қалдым. Ендігі жерде маған онсыз өмір құр қуыс дүние сияқты. Өзімше қиял теңізіне малайтынды шығардым. Өзімше Енже, Ғалия Бану да мен Халел болам. Ал Ибрагим Исмагил жауыз. Рөлдерді осылай бөліп, ойша Исмагилмен жекпе-жекке шығып жеңіп жүремін. Оқуымды жақсы бітіріп, Енжемен қол ұстасып елге қазақ сахарасына қайтам. Мұндай сұлуды көрмеген елдегі туыстар қуанып, құттықтап, ұлан асыр той жасайды. Тойда Енже Ғалия Бану әнін шырқайды. Тойға жиналған жұрт жамырай риза болып, ұзағынан сүйіндірсін, бақытты болыңдар деп батасын беріп тілек тілейді. Бұл жай қиял ғана. Әне, көңіл жүйрікпе, көкденен жүйрікпе деген сол екен. Сөйтіп жүргенде Еділ бойында оба ауруы тарапты деген сөз шыққан. Жұт жеті ағайынды деген рас шығар. Алдымен қатарынан 2 жыл бұл жақта астық шықпай қалды. Енді ауру тарады. Тағдыр өзі сақтасын, бізге келе қоймас деп қойғанбыз.
кенет Енже ауырып емханаға түсті. Тағы бір-екі студент обаға шалдықты. Оқуымыз уақытша тыйылып қалды. Сол екі арада елден хат келсін. Әкең хал үстінде, тез жет депті. Қоштасайын деп Енжені іздеп емханаға барсам, маңайына жолатпайды. Не хат та қабылдамайды. Ештеңе етпес, елге барып, қайта оралғанымша, Енже аман сау аяқып кетер, жолығармыз деп, өз-өзімді алдандырып кете бардым. Ол кезде көлік қазіргідей ме, жарты ай шамасы жол жүріп жетсем, әкейді жерлеп те қойыпты. Жылау сықтау, қашанғы жылай бересің, тірі адамның тіршілігі бар. Енді Уфаға қайтайын десем, қарт шешей, шеттей балашаға өп етіп ұшып кеткелі отыр. Елдегі ағайын қара сақал жиналып, шырағым, енді әке орнына сен әке боласың. Мұна иесіз үйді кімге тастайсың? Қой, оқу дегенді айтпа. Жүр ғой сенде елдің баласы. Әліпті таяқ деп, білмей-ақ күн көріп жүр. Құдайға шүкір, олардың қасында сен ағып тұрған молда емеспісің. Ол кезде мендей оқу бар адам некен саяқ. Лезде жұмыста табылды. Ауылда мұғалім болып қала бердім. Ол бір мұғалімнің қадірлі кезет. Ауыл болып мені алақанына салып басына көтереді. Шешемнің бақытында шек жоқ. Баласы ең құрметті адам болғанына қуанғаннан шалының қасында жоқ екенінде ұмытып кетті. Інілерім, қарындастарым, үсті басы бүтінделіп, аузы аққа жарды. Қарасам, 4 құбылам түгел сияқты. Бірақ мен, жан-жағым жалаңаш, ызғырық желдің өтінде тұрған сияқтымын. Өзім мұнда есіл дертім алыста, Орал тауда. Мен жоқта Енже ауруынан жазылып, оқуына қайта оралған сияқты. Енді оның жанында шикіл сары Ибрагим отырған сияқты. Адам сағыныштан сандалғанда не болса соған жалбарынғыш. Енжеге күннен де, айдан да, жұлдыздан да, жерден де, құстан да сәлем айтам. Ал өзім жете алмайым, кете алмайым. Ауруханаға хат жазып едім, жауап болмады. Сірә, хат арқылы да жұқпалы ауру тарап кететін болуы керек. Ибрагимге хат жіберіп едім, ол да үндемеді. Оқудың бастығынан да жұбаныш хабар болмады. Менің сүйретіліп, сүлдем ғана жүргенім байқаған ағайын әлденені сезіп, ақсақал қара сақалды ақылдасып, мені үйлендірмек болды. Ары бері шалтаяқтап көріп едім, айналайын ағайын тізеге салып басып жіберді. Сәлден соң жеңгеңмен өзің білесің, 50 жылдай бірге өмір кештік. Оның дүниеден қайтқанына да 10 шақты жыл болып қалды. Енже алғашқы 1-2 жыл есімнен кетпей, елеңдетіп, күндіз ойдан, түнде түстен шықпай жүрді де, ақыры ұмытыла берді. Тек оқта-текте жүректе бір шаншулатып, бір күрсіндіріп кететіні болмаса, бұрынғыдай жан қинағанды қойып, әдемі бір көрген түсті елеске айналған. Күн сәскеден өтіп, түске таяп, қызуы асқына бастаған екен. Дермене жалбыз аңқаған шөмеледен шекшектің шегірткенің әні жиілей берді. Жабай алмаға үймелеген аралар ызыңдайды. Қызыл-жасыл көбелектері көлбеңдейді. Осындайда Ғабдол Слановтың қызыл-жасыл теңбілгөк, дүние деген көбелек, соны қуып келемін, маңдайдан терім себелеп деген өлеңі еске түседі. Содан осы 1 жыл бұрын бекен қазақ әдебиетінде әңгімем шықты. Ол елден жырақта туып өскен бір дәрігер қазақ қызының есейгенде ата жұртын іздеп келгені туралы болатын. Оқыдың ба жоқ па білмеймін. Оқыдым деп асыға бас изедім. Әңгіме арқауы үзіліп қалмас екен деймін. Деп Сағын аға менің ықыласыма риза болғандай маған бір қарап алды да маңайды шолып. Безобразия, түс болып қалыпты ғой, қой, қайтайық. Әңгімені қысқартып тоқатерін айтқанда былай. Әлгі қазақ әдебиетінде әңгімем жарияланғаннан кейін шамада 1 айдан соң бір хат алайын. Конвертіне қарасам Қазан дейді. От Ихсановай дегені тағы бар. Хат редакцияның адресіне келіпті де, ондағы жігіттер маған табыстады. Түк түсінсем бұйырмасын. Қазанда қандай танысым бар? Неде болса деп конвертті ашайын. Саған өтірік, маған шын.
80 келген адамның елжіреп, ағыл тегіл сезім билеп, сол сезімнің селіне шыдай алмай, еңкілдеп жылағаны қиын екен. Баяғы Енже, фамилиясы Ихсанов екен, есімде жоқ. Сөйтсе, бұл қазақ әдебиетін Қазандағы туғандарда жаздырып алады екен. Менің әңгімем басылған нөмір әлде қалай Енженің қолына тиген. Сіз сол Сағын Рахметовсіз бе, әлде аттас фамилиясы басқа біреусіз бе, білмеймін. Әйтеуір үміт дүниесімен жазып отырмын. Құдайдан сол Сағын Рахметов болғай деп тілеймін. Өйткені сіздің жер бетінде тірі жүргеніңіздің өзі маған үлкен медет болар еді. Арада 100 жыл өтсе де, неге екенін білмеймін, осындай тілегім келеді. Сіз болсаңыз да болмасаңыз да, Сағын Рахметов деген есімнің өзі маған сонау алыста қалған, қақар соғып, қиындықпен өткен, бірақ аса қымбатты жастық шақты еске түсірді. Мен сияқты жалғыз әлек қарт кісіге жанаттай жастықты еске алудың өзі кәдімгідей нәсіп. Есіңізде ме, Сағын? Егер сіз сол Сағын болсаңыз, сіз бек ұнататын Ғалия Бануды, аға атласым жетпейді, күміс қайшым өтпейді, 15 жастан ғашық болған Ғалия Бану сұлуым еркем, құдайым нәсіп етпеді деуші еді ғой. Сол айтқандай, тағдыр жазмыш бізді бір-бірімізге нәсіп етпесе де, сол бір сүйікті балғын шақты еске алудың өзі маған зор байлық. Сонан соң алыста бұлдырап қалған 22-ші жылдан бері менің басымнан нелер хал өтті. Не көрдім, не білдім, оның бәрі ұзақ хикая. Егер шын Сағын Рахметов сіз болсаңыз, осы хатты алысымен өзіңізден бір хабар берерсіз. Әрине, Ғалия Бануды ұмытпасаңыз, әрине, керек деп тапсаңыз. Әне, сонда мен сіздің нағыз Сағын Рахметов екеніңізге көзім жетіп, Тәңірге көп тәубе айтып, сізді тірі сақтаған тағдырға табынып, тағы бір хат жазармын. Сонда бәрін түзермін. Ал әзірге тек сезілер аяқтан искәр жиләр бәлән бер хабар келерсің ми деп үміт етуші, ұмытпасаңыз, Енже Ихсанова. Безобразия. Міне, хаттың сипаты осындай. Ауру адамдай мең-зең халге душар болдым. Бозым боз балашаққа қайта оралғандай, жүрегі түскір тәтті бір сезімнен үйілжіп қоя берді. Адам қартайса бала болады деуші еді бұрынғылар. Сол рас, бала болдым ба дейім өзіме өзім. Бірақ есіл дертім Енжеде, қартайғанда қара бастыма, мұнша толқып, топалаң тигендей, аласұрған не деймін. Сөйте тұра, енді қазір шамаданды көтеріп, қазанға жиналғандай болам. Қой, сандалма деп, тағы өзімді қайрайым. Содан бір мезгіл қу сезімді тежеп, ақылға салып көріп едім, ақылым айтты, хат жаз деді. Оп-оңай нәрсе, осы ойыма келмей, қаншама уақыт апиын ішкен адамдай дал болдым десеңші. Тіпті айтуға да ұят. Отыра қалып хат жаздым. Не жазғанымды тізіп қайтейін, ақыр соңында, Енже, суретіңді салып жіберші деппін. Содан күнде таңертең елеңдеп тұратын болдым. Тұра салып, пошта жәшікке жүгірем. 4-ші қабаттан 1-ші қабатқа қайта түсіп шығу менің жасымдағы адамға едәуір күш болса да, емпеңдеп тыным таппайым. Бір түсіп, бір шығып, еліріп жүргенімді көрші де байқап. Сәке, тыныштық ба, дейді. Әншейін, газет келді ме деп. Біздің поштаны қойыңызшы, газетті өмір әкелмейді ғой, деп көршім мені әурелеген поштаға айдаладан кіжінейдай кеп. Біреуден өмірі бүйтіп хат күткен емеспін ғой. Сөйтсем, хат күту деген қасірет болады екен. Конверттің ішінде баяғы тірі Енженің өзі құндақталып келетіндей тағатым таусылды. Сол баяғы 17-18 жас кезіміз болса, жөн басқа. 80-дегі селдір шақта не азап. 80-ге келгендер некен саяқ. Олар енді ақырғы сапарға бет түзеп, тіршіліктің анау-мынау күйбеніңе араласа бермейтін, қызық шыжықтың базарынан әлдеқашан қайтқан адамдар. 80-дегілер өткен өмірдің қатпар-қатпар естеліктерінің сеңі бұзылса, соны қызықтап қана өмір сүреді. Қағазға жазылмаған қалың естелікті бір-бір парақтап жыртып алып, отқа жағып, соның қызуына жылынып отыруы керек қой 80-дегілер.
Біздің жасты адамдар төсегінде жалғыз жатады. Қалың көрпе жылыта алмайтын жаурауық жанды естеліктің демімен жылытады. Ол үшін еске алатын өткен шақтың тәтті кезеңдері бола қойса ғой. Алдан не күтеді? Ал мен болсам әлденені алдан күтетін болдым. Әлдене болғанда әлгі хат. Хат келсе, маған жастық шақты жібек бұйдамен жетектей келетін тәрізді. Баяғыда біз Уфада оқып жүргенде башқұрттар театрына баратынбыз. Сонда қай спектакль екені есімде жоқ. Әйтеуір біреуінде қалыңдығын сағынған бір жігіт. Жырақылардан язған сәлем хатларына күте дүземлеген биткәс деп жырлайтыны есімде қалыпты. Яғни алыстан жазған сәлем хатыңды күте төзімім бітті дегені ғой. Енді Құданың құдіреті, мен сол болдым. Әдейі пошта бөліміне барып, сондағы бір қыздан, қызым, Қазаннан хат қанша күнде келеді деп сұрадым. Оның айтуынша көк бешікпейтін сияқты. Салбырап еңсем түсіп, үйге қайтып келсем, жәшікте газет жатыр екен. Ала салып, сілкілеп едім, көк конверт сусып барып, еденге түсті. Жарылып қалатын жаны бар заттай лезде қақшып алдым. Суреті бар ма екен деп саусағыммен сипалайым. Жұқалау көрінді. Әдетте суреті бар хаттың конвертінде осторожно фото деген ескерту болар еді. Мынада ондай жазу жоқ. 80-ге келген адамда сабыршыдан мол болса керек еді. Енді қайда сығады? Жоқ, мен мұны ұмытып, конвертті ашып жіберіп, баспалдақ бойлап оқып келіп жатыппын. Қарсы алдымнан шелек көтеріп, төмен түсіп келе жатқан көршімді де көрмеппін. Соқтығысып бала жаздадық. Сәке, немене, қалыңдығыңыздан хат алдыңыз ба деп қалжыңдайды әлгі. Сасқанымнан, жоқ, бір жолдастан деппін. Осы жұрттың сұңғыласы бар ма, қайдағы жайдағы сырыңды біліп қоятын сияқты. Мұнау білмегенде шығар, бірақ қалжыңының өзі шын шыққаны таңғаларлық. Майдарып пен маржандай тізіліп жазылған қол сол баяғы енже қолы. Адамның жасына қарай өңі, бәлкім мінез құлқы өзгерсе де, жазуы өзгермейді екен. Дүниеде қанша адам бар, бірақ саусақ ізі өмірі бір-біріне ұқсамайтын көрінеді. Сол сияқты жазулары да бір-біріне ұқсамайтын болу керек. Қалай десе де, мен енже қолтаңбасын өзге мыңдаған қолдың ішінен таныр едім. Арада 60 жылға жуық уақыт өтсе де, мен мына маржан жазудан оның жұп-жұмсақ мақпал үнін естігендей болдым. Жазу сөйлеп тұрған сияқты. Шын сезімнен шыққан жазудың бәрі сөйлейді. Енже хаты тек құрғақ хабар ошарған емес, көкірге қарс айырылған күрсініс. Қысқа күннің батыр шағында қызғылтым сәуле шалған ұлпа бұлттардың мұнары сияқты бір нәзік сезім бар бұл хатта. Орман тоғай, айнала көл, жазық даланы қимай қайтқан қырғыздарының арман аралас қиқуы бар. Сіз тірекенсіз ғой, сағын. Тағдырға мың рахмет. Айналып келгенде өміріміз ұқсас өтіпті. Мен ерімнен, сіз жұбайыңыздан айырылыпсыз. Адамдар осылай адасып жүреді. Әйтпесе мен сізге, сіз маған жар емес бедік. Ертеде қосыла қалсақ, бақытты болар медік, әлде бір-бірімізді жек көріп кетер медік, білмеймін. Бірақ өмірдің басында кездесіп, әлде қалай айырылысып, соңында хат арқылы табысқанымызға да шүкір. Өлгенің тіріліп, өшкенің жанғандай бір заман. Біз бірақ екі жарты бір бүтін бола алмаспыз. Тым кешіктік, күн төбеден төмен құлап, ұясына батуға шақ қалды. Ол бастақ. Жолымыз айырылған, қанатымыз қайырылған. Біз бірге боларға жоқ шара. Бізде осындай бір әнде бар. Бізге арналып шығарылған сияқты. Бағбандар әртүрлі сортта жас алма шыбықтарын бір-біріне қиыстырып байлап, будандастыра береді. Екі шыбық бірдене болып бірігіп кетеді. Ал қу ағаштар бірге ме? Тамырлары жалғасып, тәндері бір тұтас бірікпесе, желімдеп жаспсырғанмен бола ма? Бізден жасыл жапырақ төгілгелі қашан. Мен сіздің бір сөзіңізге қайран қалдым, сағын. Сізде әлі бала мінез бар болар.
бозбалалық сезімі сақталған сіз сірә бақытты боларсыз. Әйтпесе менен сурет сұрар ма едіңіз? Енже, суретіңді салып жібер дегеніңіз қалай? Жоқ, сағын бағырем. Мен сізге суретімді сала алмаспын. Мен сіздің көз алдыңызда, көкірек көзіңізде, сол баяғы 22-ші жылғы қалпымда қалғым келеді. Сіз мені шын жақсы көрсеңіз, сол балғын бойжеткен қыз кезімді жақсы көріңіз. Сол бейнені басқа ештеңемен былғамай таза сақтаңыз. 18-дегі қыз бен 78-дегі қаусаған кемпірдің суретін салыстырып не керек табасыз, не береке табасыз, не мұратқа жетесіз. Обал емес пе, Қазанға барғым келет депсіз, маған бола әуре болмаңыз. Біздің жаста ұзақ жол жүру өте қауіпті. Біз енді алда қанша жарық күн бар. Бұйырған уақыт ішінде тек хатпен табысып тұрайық. Маған сол да қанағат, соған да тәуба. Жер бетінде тірі жүргеніміздің өзі менің жаураған кәрі жүрегімді жылтқандай болды. Соған да шүкір. Мен үшін сол да жеткілікті. Жалпы хат сырны осындай. Сағын аға, осының бәрін несіне айтып отырмын дегендей, маған бір түрлі кінәлі адамдай күле қарап тыйылып қалды. Осының бәрін айтқызып, сен ғой дегендей ме қалай? Әр адамның сыртқа шаша бермейтін сыры болады. Тіпті еш жан білмей, өзімен бірге дүниеден өтетін сырда болады. Алжыған шал деп, ойладау деп, менен қымсынған сыңайы бар. Мен ондай жұмысқа ой жоқ екен, оған қалай сездіріп, қалай сендірем? Мынау бір сәулелі мұң екен, дедім, басқа лайық сөз таппай. Қазанға барсам деуіңіз бекер дегім келді де айтпадым. Шында да кемсиген кемпірді бір көру үшін тау асып, тас басып не керек? Артынша өз ойымнан өзім ұялдым. Ол менің ойым, менің көз қарасым. Ал Сағын ағаның ойымен, соның көзімен қарағанда қандай боларын мен қайдан білейін? Кеше хат жазып жібердім, деді Сағын аға менің күдігімді сезіп қалғандай. Сурет салғаннан неге шошыдың енже дедім. Уақыт көп болса, сенің бетіңді әжімдеген шығар. Ал жүрекке әжім түспейді дедім. Міне, мәселе қайда жатыр? Сағын ағаның соңғы сөзі мені ұрып жыққандай болды. Әне, Сағын аға көзімен қарағанда көрінетін сұлу дүние. Безобразия, уақыт болып қалыпты ғой, қайтайық, деп Сағын аға сүйретіліңкіреп барып орнынан тұрды. Таудан төмен қарай еңкеңдеп келеміз. Ылдый жолы жылдам. Жол ылдыйға жетектеп барады.